Сәлем бердім салтым сол, қазақ деген халқым бол. Көрген жанмен амандас, келіғым бол. Алтын жыл жетеуі бүгінгі біздің пікірталасымызға қош келдіңіздер. Біз үкімет палатасы, мен 8-ші сынып білім алушы Нұрхан Дилан, спикерім Дүйсәлиева Файна, 8-ші сынып білім алушы. Бүгінгі біз пікірталасымызды қазіргі қоғамда үлкен мәселе болып, қоғам болып, шешу жолдарын қалыптастырып жатқан мәселелердің бірі. Қазіргі әлеуметтік желілерде балалардың тіркелу үшін ата-аналардың рұқсаты қажет пе, әлде жоқ па дегенін нақтылайтын боламыз. Ал біздің палата болса, бұл ұғымды дұрыс деп өз дәлелдерімізбен нақтылаймыз. Бірінші дәлеліміз ол бала 18 жас, яғни кәмелеттік жасқа толмаған дейін оның қандай да бір жағдайға ұшыраса, немесе бір нәрсе болып қалса, оған толықтай ата-анасы, мемлекет, сонымен қатар басқа да адамдар алдында жауап береді. Екіншіден, әлеуметтік желілерде қауіпті ойындардың балалар арасында тез дамуының арқасында балалар өздеріне зиян тигізіп, тіпті өздерін қол жұмсауға дейін баруда. Үшіншіден, әлеуметтік желіде буллинг және кибербуллингтің ашық орын алуы. Осының арқасында кейбір адамдар басқа адамға баға беріп, олардың жекесіне өтіп кемшілікте жатыр. Бұл біздің өзіміздің ауылда да түрлі парақшалар ашылған кезде де орын алған болатын. Ал төртіншіден, ең күрделі мәселелердің бірі әлеуметтік желіде алаяқтардың танылғанына байланысты балалардың аңқаулығын пайдаланып, олардың ата-аналары туралы түрлі мәліметтерді біліп, олардың атына несие алып, немесе олардың шотындағы ақшаны шешіп алуы. Бүгін біз балалардың әлеуметтік желіге тіркелу үшін ата-ананың келісімін алуы тиіс деген мәселені талқылаймыз. Менің лидерім Нұрхан Ділназдың айтып кеткеніне толықтай қосыламын. Біріншіден, ата-ананың жауапкершілік рөлі өте маңызды. Оған тоқталсам, білім бастамалары Қазақстанда 2024 жылы ЮНИСЕФ және басқа да серіктестерінің қолдауымен ата-аналарға арнайы балалардың онлайн қауіпсіздігі үшін шаралар өткізілді. Бұл шараның басты мақсаты ата-ананың интернеттегі баланың қауіпсіздігін қорғаудағы рөлін күшейту болған. Екіншіден, менің серіктесім Нұрхан Ділназ кибербуллинг туралы айтып өтті. Оған қосылып кетсем, 2023 жылы зерттеуге сәйкес Қазақстанда балалардың 21% кибербуллингке ұшыраған. Оның зиянды жақтарында бұл жағдайлар балаларда депрессия, өзіне сенімсіздік, қорқыныш, тіпті суицидке дейін ойларды салуы мүмкін. Және де кибербуллингтің қауіпті жақтарында 2023 жылы балалардың 21% кибербуллингке ұшыраса, олардың 10% бөтен адамдармен танысып, оларға өздері жайлы ақпараттарды таратқан болатын. Бұл оларға физикалық және психологиялық қауіп төндіруі де мүмкін. Үшіншіден, тәуелділік пен психологиялық бұзылыстар да бар. Қазақстанда 10-14 жас аралығындағы балалар әлеуметтік желіде күніне 3 сағаттан артық отырады. Бұл оқуға, ұйқы режиміне, физикалық белсенділікке зиянын тигізіп, оларда жалғыздық сезімі, әлеуметтік ортадан алшақтау және депрессия сезімін туғызуы мүмкін. Мысалы үшін 2023 жылы Астана қаласында мектеп педагогтары 300-ден астап балалармен әлеуметтік желіге тәуелділік тақырыбында жұмыс жасаған болатын. Осылайша ата-ананың келісімінсіз балалардың әлеуметтік желіге тіркелуі нақты және қауіпті зиянын тигізеді. Бұл оларға тек онлайн ретінде ғана емес, соған қоса физикалық және психологиялық денсаулығына да жаман әсер етеді. Мен үкімет тобының лидері Нұрхан Ділназбен толықтай келіспеймін. Себебі ол бірінші дәлелінде бала 18 жас, яғни кәмелеттік жасқа толмағанына дейін оның қауіпсіздігіне толықтай ата-анасы жауап беріп, әрбір қадамын біліп отыруға толықтай хақы бар деп айтқан еді. Ал қазір дамыған заман болғандықтан бала ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін барлығын біледі. Әлеуметтік желі ішінде балалар қазір қай сайтта не, қай приложениеда не болатынын барлығын біледі. Армысыздар. Біріншіден, жас өспірімдердің цифрлық сауаттылығын шектеу. Ата-ананың келісімін талап ету, жас өспірімдердің әлеуметтік желілер арқылы өз ойын ашық айту, ақпарат алмасу және қоғаммен байланыс орнату мүмкіндігін шектейді. Бұл олардың цифрлық сауаттылығын дамытуды тежейді. Екіншіден, ата-аналар әрдайым объективті шешім қабылдай алмайды. Кейбір ата-аналар балаларын шамадан тыс қадағалап, олардың еркіндігін шектеуі мүмкін. Бұл баланың тұлға ретінде дамуына кері әсер етеді. Әлеуметтік желілер жасөспірімдердің қазіргі қоғамдағы өз орнын табуына көмектесетін құрал. Үшіншіден, балалар әлеуметтік желілерді бәрібір қолданады. Көптеген балалар ата-анасының рұқсатынсыз жалған жас көрсетіп тіркеліп жүр. Рұқсат талап ету тек формалдылыққа айналып, нақты қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете алмайды. Керісінше, оларды дұрыс қолдануды үйретуді маңыздырақ. Қорытындылай келе, ата-ананың келісімі емес, балалардың интернеттегі қауіпті туралы ақпараттары мен саналы пайдалану мәдениетін қалыптастыру маңызды.